Құрметті достар, біз зертханалық талдаудың нәтижелерін алдық. Мекемемізге санитарлық талаптарға сай келмейтін өнімнің түскені анықталды. Сонымен қатар, асханамыздың тазалығы толық расталды. Ал мәселенің көзі сыртқы жеткізушіден келген шикі ет өнімі екені белгілі болды. Қазіргі уақытта Астана қаласы полиция департаменті мен СЭС-тің қатысуымен ресми тергеу жүргізілуде. Біз барлық бақылаушы органдармен ашық жұмыс істеп, қажетті мәліметтердің барлығын бердік. Біздің тарапымыздан қабылданған нақты шаралар: барлық өнімдер жойылды. Барлық жабдықтар мен бөлмелер толық жуылып, тазартылып, залалсыздандырылып жатыр. Шикізат қабылдаудан бастап, тағамға дайындалуға дейінгі толық кезең тексерілуде. Санитарлық талаптар күшейтілуде. Қызметкерлер оқыту қайта өткізілді. Санитарлық дәрігер штатқа енгізілді. Біз барлық процестердің 100% қауіпсіз екеніне көзіміз толық жеткенде ғана қайта ашыламыз. Бұл жағдайға жол бердік. Бұл үшін жауап беруге дайынбыз. Болғанды қайтару мүмкін емес. Бірақ мұндай жағдай қайталанбас үшін бар күшімізді саламыз.